Дәл қазір мен сіздерге біреуге берген қарыздарыңызды қалай өндіру керек, сол туралы айтып кететін боламын. Негізі қарыз ақшаны өндірудің екі жолы бар. Біріншісі сот арқылы, екіншісі нотариустар арқылы. Сот арқылы берген ақшаңызды өндіру үшін біріншіден сізде қолхат немесе договор займа, чек, квитанция деген қағаздардың кем дегенде біреуі міндетті түрде болуы керек. Бұл қағаздар сотта ақшаны бергеніңіз туралы дәлел болып табылады. Сол үшін біреуге көмектесемін деп, өзіңіз қарызға батып кетпес үшін ақша берердің алдында міндетті түрде қолхат, расписка жаздырып алыңыздар. Қолхатты жаздырған кезде ең біріншіден қарыз алушының адамның толық аты жөні, ИН номері, телефон номері, адресі керек болады. Екіншіден қарыз беруші адамның аты жөні, ИН номері, телефон номері, адресі керек болады. Үшіншіден қарыз берген ақшаның сомасы және сол ақшаны қайтаратын уақыты жазылуы керек. Төртіншіден қарыз алушы қолхатты толтырған датасын жазып қолын қою керек. Егер де қолдарыңызда қолхат болмаса, бірақ ақшаны берген кездегі чектар, квитанциялар, Каспи переводтар чектары болса, сол арқылы да өндіруге болады. Тағы айтып өтетін жағдай, сотқа беретін қолхат арқылы неустойка, пеня, яғни штраф қарыз адамнан өндіре аласыздар. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 297 бабына сәйкес, осы қолхаттағы ақшаны алған қарыз адам уақытылы ақшасын қайтармаса, үстінен 10% штраф өндіре аласыздар. Осы штрафтармен қоса заңгер жалдасаңыз, осы заңгердің де жұмыс ақысын сот арқылы қарыз адамнан өндіре аласыз. Қарыз алушыны соттау үшін оның тұрғылықты мекен жайының аудандық сотына арыз жазуыңыз керек. Сот сіздің арызыңызды 10 жұмыс күн ішінде қабылдап, 1-2 аптаның ішінде сот процесі басталады. Сот процесі аяқталғаннан кейін соттың шешімін алып, сот орындаушыларына өткізесіз. Сот орындаушы оның барлық шоттарына арест қойып, қарыз алушының мүлкін сатуға дейін барады. Екінші өндірудің жолы ол нотариустар арқылы жүзеге асырылады. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі кезде микрокредиттер сіздердің қарыздарыңызды өндірген кезде нотариус арқылы арест қояды. Сіздерде де тура осындай жағдай болады. Егер де қарыз беретін кезде нотариустарға барып, договор займа жасатсаңыз, кейін қарыз алған адам қарызын өтемей жатса, любой нотариусқа барып, нотариустың атқару парағын алып, сот орындаушыға өткізіп өндіруді бастайсыз. Нотариустар арқылы өндіру өте тез жүзеге асырылады. Нотариус арқылы қарыз өндірудің кемшілігі сіздің қолыңызда қарыз беру жайлы келісім шарты болуы тиіс. Ал ол көп жағдайда адамдардың қолдарында болмайды. Нотариус арқылы өндіруді 1-2 аптада жүзеге асады. Сот арқылы өндіру 2-3 айға дейін созылады. Егер де сіздерде осындай қарыз беріп өндіре алмай жүрсеңіздер, осы видеоның астына мен сілтеме қалдырып кететін боламын. Соған басыңыздар, бізбен тікелей хабарласасыздар.